Қыздар, көз алдында болған оқиға. Тыңдаңыздаршы, айтып берейін. Былтыр жазда маған бір оқырманым келді. Сөйтіп мен оған кішкентай бір затқа реклама жасап бердім. Өте қолында, мысалға айтайыншы, бір-екі коробка шай дейінші, бірақ именно не екенін айтпай қояйын. Содан кейін соған реклама жасап берші деді, мен жасап бердім. Одан кейін біраз уақыттан кейін, где-то арада бір 2 ай өткеннен кейін тағы да ол қыз келді. И тағы да бұдан басқа тоже кішкентай нәрсеге реклама жасап бердім. Демек, бірінші зат емес, басқа нәрсеге реклама жасап бердім. Ол да кішкентай. Одан кейін ол қыз жоқ болып кетіп қалса, тағы да хабарласты. Айнұр Айтбайқызы, реклама жасап беріңізші осындай. Сенесіздер, мен барсам таң қалдым ғой. Оқырманым алтын сатып кеткен. Короче, бутик алтындар ашып тастаған ғой. Таң қалдым. Машаллах, Алланың құдіреті шексіз екен ғой деп ше. Содан кейін ол қызбен сөйлесіп жатырмын. Сол кезде айтады: Айнұр Айтбайқызы, мен дейді басымды тауға да ұрдым, тасқа да ұрдым, ананы көрдім, мынаны көрдім, болмады. Сөйтіп осы нәрсеге келіп тірелдім дейді да. Қалай болды десем, мен дейді ең маңыздысы осы жерде ғой. Мен дейді күніне 2 рет уақиға сүресін оқыдым дейді. Представляете? И айтады: мен сол шығар деп ойлаймын дейді. Мен айттым: сіз күмән келтірмеңіз дедім. Ол действительно сіз уақиға сүресін оқыдыңыз ба? Ол 100% Алланың кәлемін, Құранын оқығаннан кейін осы дәрежеге жетіп отырсыз деймін да. Күніне 2 рет оқыған бұл қыз уақиға сүресін таңда и кешке, таңда и кешке. Білесіздер, уақиға сүресін дәретпен оқитын. Прям көз алдында болып жатқан жағдай. Сосын тағы да бір жағдайды айтайын. Бұл да оқиға, прям өз аузынан естідім. Мен дейді үйде отырған ана едім дейді, қалтамда 1 тиын жоқ. Сол кезде дейді мен уақиға сүресін күніне 10 рет оқыдым дейді. 10 рет, представляете? Күніне 10 рет оқып, өз аузынан естідім, мен қазір цех аштым дейді. Пельмен жедім, цех аштым дейді. Ішінде не только пельмен, біраз нәрселер бар. В общем, қалтамда 1 тиын жоқ, цех аштым дейді. Сол күніне 10 рет уақиға сүресін оқыдым дейді. Енді бұл сіз күніне 10 рет уақиға сүресін өзіңіз білесіз, күндікке қалай бөліп алғаныңыз. Мысалға, әр намаздан кейін 2 рет оқысаңыз күніне 10 болады. Мысалға да. И дәл осы жерде айтып кететінім, қыздар, уақиға сүресінің дәл көз алдында болып жатқан оқиғасын естіңіздер. Енді уақиға сүресін ләждің барынша Құранға түсіп, Құранның әріптермен оқыған ол вообще керемет. Мына екінші жаңағы цех ашқан қыз, ол Құранға түскен. Транскрипциямен оқысаңыз да біліп қойыңыз, ол жерде қате бар. Ол жерде қате өте көп. Сондықтан әрбір әйелге мен кеңес беретін едім. Қыз баласы болсын, әйелге болсын, қарыздан шашап қиналып кеттіңіз ба? Үй жағыңызда, өзіңіздің қалаңызда сізде обязательно мешіт болады. Мешітке барып, әйелдер жамағаты міндетті түрде болады, және әйел ұстаз болады, үйрететін Құранды. Тегін, любой мешітте тегін. Барыңызда Құранға түсіңіздер. 1. Жамағат өзгереді. 2. Жақсы ортаға түсу, жақсы ортамен бейімделіп кету, ол да біздің өмірімізге керемет әсерін тигізеді. Сондықтан Құранға түсіңіздер. Құранға түсем деп жүріп уақытыңызды жоғалтып алмай, транскрипциясымен болса да оқыңыз, Алладан кешірім сұрап, өйткені ол жерде қате өте көп. Құранға түсіп алсаңыз, Кәусар сүресін, Ықылас сүресін оқысаңыз да, Аллах Тағала сізге міндетті түрде береке беріп қояды. Ризықты қаяқтан келіп жатқанын білмей де қаласыз. Өйткені ризық беру ол Алланың құзырында.